Бүгін онлайн семинарда мен Манатбек Жұман Манатбекұлы, Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімі, Өскемен қаласы. Біз бүгін критериалды бағалау жүйесі және тарихи түп деректерді талдау әдістерімен танысатын боламыз. Енді бірінші критериалды бағалау жүйесі туралы айтып кетсек, критериалды бағалау жүйесі негізінен 3 бағалаудан тұрады. Ол қалыптастырушы бағалау, бөлімді жиынтық бағалаулар, одан кейін ішкі 90-дық жиынтық бағалаулардан тұрады. Және де біздің мектепте бір ерекшелігі ол сыртқы бағалау бар. Енді қалыптастырушы бағалау тоқталатын болсақ, құрметті мұғалімдер, тарих сабағында ол ауызша, жазбаша болуы мүмкін. Мысалы үшін ол бағалау берілген кезде, қалыптастырушы бағалау берілген кезде кері байланысты да беріп отыру өте маңызды. Мысалы үшін ауызша қалай қалыптастырушы бағалау жүргізуге болады? Ол жуан жіңішке сұрақтар арқылы, блиц сұрақтар қою арқылы, ыстық орындық арқылы, немесе құмырсқа стратегиясы арқылы бағалауға, есте жаздыру арқылы бағалауға болады. Бірақ та ауызша бағалауда да, жазбаша бағалауларда балалардың талпынатын нәтижелерін айтып отыру керек. Мысалы үшін өте жақсы орындадың, 2 аргумент келтірдің, тағы бір аргумент келтір, немесе 2 дәлел аз, тағы бір дәлел келтіруге тырыс деген сияқты талпындырушы бағыттар беріліп отыру керек. Қалыптастырушы бағалаудың жазбаша түрлерінде әрине комментарийлер жазуға өте ыңғайлы. Сонда ең бірінші баланың жақсы жеткен жағынан бастап, нені толықтыру керек, нені жақсарту керек, сол жағына қарай бағыт-бағдар беріп отыру керек. Мысалы үшін белгілі бір оқиғаның, мысалы айтайық, Қазақстандағы отарлаудың экономикалық себептерін, экономикалық салдарларын жақсы жазғансың, бірақ енді саяси әсерлеріне тоқтал, әлеуметтік зардаптарына тоқтал деген сияқты комментарийлер беріліп отыру керек. Енді слайдта көріп отырғандарыңыздай, бұл критериалды бағалау жүйесі Блумның білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау сатыларына қойылып істелген. Мысалы үшін мысал келтіретін болсақ, бағалаудың критерийлері болады. Мысалы, орта ғасырлық мемлекеттердің хронологиясын анықтай алады, орта ғасырлық мемлекеттердің құрылуын сипаттай алады, мемлекеттердің шекарасын кескін картада белгілеп көрсете алады, мемлекеттердің ыдырау себептерін талдайды, мемлекеттердің құрылуының тарихи маңызын ашады деген. Енді одан кейінгі бағалауларда қалыптастырушы бағалау, одан кейін бөлімдік жиынтық бағалаулар, одан кейін 90-дық жиынтық бағалау жүріп отырады. Енді ол әрқалай болуы мүмкін. Бізде, мысалы үшін, мен өзімнің 9-шы сыныпта 3-ші 90-да 2 бөлімді жиынтық бағалау бар. 1-ші 90-да ол біреу болған, 2-ші 90-да біреу, және 3-ші 90-да 2 бөлімді жиынтық бағалау. Одан кейін қазір мен 90-дық жиынтық бағалау өтеді. Ал қалыптастырушы бағалау не үшін керек? Қалыптастырушы бағалау балалардың оқу динамикасын көру үшін, қай жерде қателіктер жібереді, ол қалай оқитынын зерттеп білу үшін, қандай тапсырмалар дайындау керек, ол әртүрлі деңгейдегі балаларға дифференциациялы тапсырмалар. Одан кейін балалардың аудиал, кинестетик, визуал сияқты бөлінуіне байланысты тапсырмаларды қандай тапсырма берсе, осы мақсатқа жете алады. Сол үшін жасалатын нәрсе. Енді келесі слайдқа қойсаңыз. Қазақстан тарихы пәні бойынша жиынтық бағалаулардың бөлім бойынша жиынтық бағалаулардың саны 5-ші класста өздеріңіз көріп отырсыздар. 5-ші, 6-ші, 7-ші кластарда қалай бөлінген туралы, және де бөлімдердің санында. Келесі слайд. Ал енді дүниежүзі тарихы бойынша былай бөлінген екен. Бөлім бойынша жиынтық бағалаулар. Келесі слайд. Сабақ барысында қалыптастырушы бағалауға тоқталатын болсақ, мұғалімнің бағалауы, балалардың өз-өзін бағалауы, және өз жақын арадағы даму аймағы деп айтады оны, балалардың өзара бағалауы да маңызды болып табылады. Міндетті түрде кері байланыс өте маңызды. Кері байланысқа назар аударып, оқуда қол нәтижеге жеткізу үшін балаларға қолдау көрсету маңызды болады. Сондықтан және де жетіспей жатқан қандай кедергіге ұшырап отыр, қандай дағдыны жетілдіру керек, қолдану дағдысын ба, талдау дағдысын ба, жоқ әлде бағалау дағдысын ба, осыған назар аударып отыру керек болады. Келесі слайд. Енді міне критериалды бағалау жүйесінің толық сіздерге
мысалдары, иә, мысал үшін қалыптастырушы бағалауға берілген тапсырма және ондағы оқу мақсаттары, мысалы өнердегі негізгі стильдер мен ағымдардың белгілерін анықтау керек. Және тапсырма берілген кестедегі суретті пайдаландырып өнер ағымдарына анықтама беріңіз дейді. Және дескрипторлары, міндетті түрде дескрипторлар. Дескрипторлар ол дұрыс жауаптары, яғни бала қалай дұрыс жауапқа келу керек, сол туралы жазылады дескрипторда. Және оқу мақсатына сәйкес бағалау критерийлері бар. Мысалы үшін бұл дескрипторлар неоклассицизмнің анықтамасын жазалады, романтизмнің анықтамасын жазады, импрессионизмнің анықтамасын жазалады, реализмнің анықтамасын жазады дейді. Енді бөлім бойынша жиынтық бағалауға тоқталсақ, мақсат тарихи оқиғаларды интерпретациялау үшін өнер туындыларын пайдаланады. Тапсырма берілген суретті пайдалана отырып ағылшындардың Үндістанды жаппай отарлауына әсер еткен жағдайларды жаз. Дескрипторлар қандай? Ағылшындардың Үндістанды отарлауына әсер еткен бір жағдайын жазады. Ағылшындардың отарлауына әсер еткен екінші жағдай жазады. Әсер еткен үшінші жағдайды және төртінші жағдайды жазады дейді. Міне осы жерде жаңа комментарий берген кезде балаға ол мысалы үшін екі ақ жағдайды, үш ақ жағдайды жазу керек. Сондықтан алдында бұл егерде қалыптастырушы бағалауда қолданатын болса, оған комментарий ретінде келесі жағдайды жазуға ойлан деген комментарий беруге болады. Енді 90-дық жиынтық бағалау. Оқу мақсаты өнердегі негізгі стильдер мен ағымдардың белгілерін анықтай алады. Тапсырма өнердегі негізгі стильдер мен ағымдардың белгілерін анықтап жаз. Мысалы үшін бұл жерде стильдер беріліп отыр: импрессионизм, реализм, неоклассицизм, романтизм. Соған балалар белгілерін өздері жазып шығу керек. Және тиісінше бал қою кестесі тұр. Келесі слайд. Енді және қалыптастырушы бағалаудың кейбір түрлеріне тоқталып кетсек, оны өздеріңіз де жақсы білесіздер. Саусақ арқылы бағалау, жоғары, төмен немесе орташа деген сияқты балалар өздерінің жағдайларын белгілеп береді. Светофор, қызыл, мысалы үшін ештеңке түсінбедім. Жасыл бәрін түсіндім, сары екі ойдамын деген сияқты, кей жер түсініксіз деген мағынада. Одан кейін өте жақсы өзін-өзі бағалау, тоғайы, ағаш деп айтамыз. Бала өзінің қай жерде деп түсініп отыр, қай жерде деп өзін ойлап отыр. Және ары қарай қимылдаудың жоспарын жасау үшін. Және де екі жұлдыз бір тілек, әрине. Ол екі жетістік айтылады, содан кейін бір жетілдіретін жағы туралы айтылатын. Міне осындай қалыптастырушы бағалаудың түрлері болады. Келесі слайд. Енді сіздерге өзімнің мысалымда 9-шы кластағы Қазақстан тарихы 20-шы ғасырдың басындағы Қазақстан бөлімі бойынша жиынтық бағалауға, 90-дық жиынтық бағалауға тоқталып кетейін. Мысалы үшін тақырып: не себепті Ахмет Байтұрсынов қазақ ұлтының өмір сүруінің өзі проблемаға айналды деп айтты. Қазақстандағы 17-ші жылғы саяси белсенділіктің артуы қандай оқиғалардың көрініс тапты? Неге Алаш партиясы халық қолдауына ие болды деген тақырыптар. Міне осы үш тақырып 90-дық жиынтық бағалауда қалыптастырылады. Енді оқу мақсаттары. 20-шы ғасырдың басындағы Қазақстандағы қоғамдық саяси үдерістерге баға беріледі. 20-шы ғасырдың басындағы Қазақстандағы қоғамдық саяси үдерістерді бағалайды. Жаңағы ұлттық баспасөз қоғамдық саяси санадағы оятудың рөліне баға береді. Бағалау критерийлері қандай? Отарлық саясаттың экономикалық, саяси, әлеуметтік үдерістеріне кері әсерін талдайды. Кеңес үкіметі уақытша үкіметтің мақсаттарының ұқсастығы мен айырмашылығын жіктейді. Баспасөз құралдарының қоғамдық саяси санадағы оятудағы рөлін анықтайды деп отыр. Бағалайды, баға береді. Бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандай ойлау дағдыларының жоғары деңгейлері қамтылған. Орындау уақыты 20 минут. Бұл бөлім бойынша жиынтық бағалау, бөлім бойынша. Келесі слайд. Мінекей бұл жерде бөлім бойынша бағалаудың балдары және де бағалау критерийлері және дескрипторы беріліп отыр. Бағалау критерийлеріне тоқталайық. Отарлық саясаттың экономикалық, саяси, әлеуметтік үдерістерге әсерін талдайды. Отарлық саясаттың басқару жүйесі және заңдардың саяси үдерістерге бірінші әсерін көрсетеді, екінші әсерін көрсетеді, оны әрқайсысына тиісінше бір балдан. Экономикаға бірінші, екінші әсерін көрсетеді, және де әлеуметтік жағдайға әсерлерін көрсетеді.
Екіншіден, кеңес өкіметі мен уақытша өкіметтің мақсаттарының ұқсастығы мен айырмашылығын жіктейді. Және тиісінше кеңес өкіметінің мақсаттарын көрсетеді. Кеңес өкіметі мен уақытша өкіметтің саясатының ұқсас жерлерін көрсетеді. Кеңес өкіметі мен уақытша өкіметтің саясатының айырмашылықтарын көрсетеді. Оғанда тиісінше 1 балл беріледі. Уақытша өкіметтің мақсаттарын көрсетеді. Кеңес өкіметі мен ұқсас тұстарын көрсетеді. Міне тиісінше балдар қойылып отыр. Одан кейін баспасөз құралдарының қоғамдық саяси сананы оятудағы рөлдерін бағалайды. Айқап журналында көтерілген негізгі мәселені көрсетеді, ол 1 балл. Қазақ газетінде көтерілген негізгі мәселені көрсетеді, 1 балл. Баспасөз құралдарының қоғамдық саяси сананы оятудағы рөлі туралы қысқаша қорытынды ойын жазылады, 1 балл. Жиыны 15 балл болып отыр. Келесі слайд. Енді тиісінше бағалау критерийлеріне байланысты рубрикаторлар өте маңызды, өйткені ата-анамен байланыс үшін маңызды, ол өте. Сондықтан да оның рубрикалары мынандай болып табылады. Бағалау критерийлері: отырық саясаттың экономикалық, саяси, әлеуметтік үдерістерге әсерін талдайды. Кеңес өкіметі уақытша өкіметтің мақсаттарының ұқсастығы мен айырмашылықтарын жіктейді. Баспасөз құралдарының қоғамдық саяси сананы оятудағы рөлін бағалайды деп тұр. Енді мысалы үшін қай жерлерде оны жеткілікті? Төмен деңгейі: отырық саясаттың экономикалық, саяси, әлеуметтік үдерістерге әсерін талдауда қиналады. Кеңес өкіметі мен уақытша өкіметтің мақсаттарының ұқсастығы мен айырмашылығын жіктеуде қиналады. Баспасөз құралдарының қоғамдық саяси сананы оятудағы рөліне баға беруде қиналады. Міне бұл рубрикаторлар. Орта деңгейде: отарлық саясаттың экономикалық, саяси, әлеуметтік үдерістерге әсерін талдауда қателіктер жіберген. Кеңес өкіметі мен уақытша өкіметтің мақсаттарының ұқсастығы мен айырмашылығын жіктеуде қателіктер жіберген. Баспасөз құралдарының қоғамдық саяси сананы оятудағы рөліне баға беруде қателіктер жіберген. Және әрине жоғарғы деңгейі: отарлық саясаттың әсерін экономикалық, саяси, әлеуметтік үдерістерге әсерін талдай алады деген мағынада. Кеңес өкіметі уақытша өкіметтің мақсаттарының ұқсастығы мен айырмашылығын жіктей алады. Баспасөз құралдарының қоғамдық саяси сананы оятудағы рөлін жақсы бағалайды. Міне осындай бөлім бойынша жиынтық бағалауда осындай рубрикаторлар қолданылады және ата-аналармен байланыс үшін қолданылады. Келесі слайд. Енді тарихи деректерге артқа қарай қойсаңыз. Тарихи деректердің осымен критериалды бағалаудың жаңағы қалыптастырушы бағалау, бөлім бойынша жиынтық бағалау, 90-дық жиынтық бағалау бойынша қысқаша анықтамамызды, сипаттамамызды аяқтадық. Енді келесі біздің тақырып тарихи деректерге талдау болып табылады. Артқа қарай. Ең бірінші тарих деректердің түрлерін еске түсірейік. Өйткені мына тарих пәні болғаннан кейін бізде тарихи деректерді талдауға бізде емтихан соған жасалған. Сондықтан да біз тарихты не арқылы жасаймыз? Жазбаша, ескерткіштер арқылы, артефакттар арқылы, сурет, бейне материалдар арқылы тарихты қалыптастыратынымыз бәріміз тарихшыларға белгілі. Сондықтан да оған тоқталып кетейік. Жазбаша құжаттардың түрлеріне кітаптар, хаттар, күнделіктер, ережелер жатады. Ал артефактларға ежелден қалған, орта ғасырдан, жаңа заманнан сүйек бұйымдар, керамикалық бұйымдар, зергерлік бұйымдар, тиындар, осылар жатады екен. Ол қару-жарақ түрлері болуы мүмкін. Және де сурет түрлері олар, иллюстрациялар. Суреттер, фотолар, гравюралар, диаграммалар, миниатюралар деп айтамыз. Осындай тарихи деректің түрлері бар. Келесі слайд. Енді деректермен жұмысқа тоқталайық. Тарихи зерттеу оқушылардан әртүрлі деректермен жұмыс жасауды қажет етеді. Деректерді тиімді түрде қолдану, көзге көрінетін ақпарат шегінен шығуды және сәйкесінше қорытындылар шығаруды көздейді. Оқушылар
оқушылар негізгі қорытындыларды шығару үшін, қолдау үшін деректерді олардың контекстінде, аудиториясы мен міндеттер аясында бағалап отырады. Бұл жерде деректермен жұмыс кезінде балалардың ең басты назар аударатын нәрсе, біз оған үйретуіміз керек, сын тұрғысынан ойлау. Осы деректердің құндылығын анықтау кезінде сын тұрғысынан ойлау. Яғни ол дерек қандай жағдайда жасалды, осы деректің пайда болуына қандай факторлар әсер етті, ол не үшін жасалған, қандай пайдасы бар деген сұрақтар арқылы шығару керек. Және оқушылар деректерге байланысты қорытындылар шығара алу керек, оның пайдалылығын бағалау және деректердің өзіне баға беру болып табылады. Мысал үшін, оқушылар әртүрлі деректер арқылы әртүрлі адамдардың, мамандардың жасаған интерпретациясын оқып, оны түсініп, соған байланысты өзінің тәуелсіз интерпретациясын айта алуға дағдылану керек. Бұл әрине оқушылардың жоғарғы деңгейдегі бағалау дағдысына, білім деңгейі бойынша бағалау дағдысына жататын болады. Келесі слайд. Мысал үшін мынандай мысал келтірейік. Белгілі бір түп деректе, тарихи деректе көзге көрінетін ақпаратпен салыстыру нәтижесінде жасалатын қорытындылар. Көзге көрінетін ақпаратта деректің айқын ақпарат тұрады, және қорытынды жасау, тереңірек орқылы талдау, және оны нені көздейді. Мысал үшін мына суретке назар аударайық. Бұл жерде Бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі соғыс ұрыс сәттерінен үзінді келтіріліп отыр. Мысалы, оқушылар соғыс барысында бұл суретке қарап балалар нені айта алады? Бізге беріліп отырған тарихи ресурс ол сурет. Оқушылар соғыс барысында газды қолданды деп айта алады. Ал одан қорғану қарапайым түрде масканы кию болды. Газдың қолданылуы жаңа қарудың пайда болуын білдірді деген қорытындылар жасай алады. Мысалы үшін өздеріңіз көріп отырсыздар, бала оқушы осы суретке қараған кезде оның сырттай пішініне қарау арқылы нақты не көріп отырғаны туралы бірінші өзінің сипаттамаларын береді. Мысалы үшін ол тағы да былай айтуы мүмкін. Ол жерде пулеметтің қолданылуы, бұл демек орта ғасырлар емес, бұл жаңа заман деген сияқты екінші деңгейдегі ішіне тереңірек еніп, ары қарай интерпретациялау дағдысына көңіл аударатын болады. Мысал үшін, ары қарай кетейік. Оқушылар, жаңа слайдқа қойған осы артқа қарай. Оқушылар ары қарай талдауда адамдардың көп қайтыс болу туралы болжам жасай алады. Өйткені пулеметтер өте тез ататын болды. Оған қоса ату жарақтары сол кезде үлкен қажеттілікте болғанын болжай алады. Міне көріңіздер ме, бұл бірінші суретті сырттай қарап сипаттаудағыдан бөлек, ары қарай баланың болжаулары. Ол ары қарай осы сурет бізді қандай ойларға жетелейді, қандай қорытындылар шығаруға жетелейді деген сияқты балалардың жеке интерпретациясына әкеледі екен. Оқушылар майдандағы жағдайдың мүшкіл болғандығы туралы айтылады. Окоптардың да нашар салынғандығы, соның салдарынан қорғаныстың әлсіз болғандығын тұжырымдайды. Мінекей көріп отырсыздар ма, шынында да бұл жерде балалардың байқағыштық қабілетіне байланысты әртүрлі деңгейде болады. Міне кейбір балалар шынында да бұл жерде окоптың терең емес екендігін, жаңа противогаз киген адамдардың газға қарсы қолданыс үшін кигендігін айта алады. Противогаздардың қарапайым екендігін айта алады. Және де олардың басында қорғаныш, тіпті шлемдердің, каскалардың да жоқтығын айтуы мүмкін. Және де өте байқағыш балалар бұл қай мезгілде болып жатқанына назар аударады. Мысал үшін бұл күзгі уақыт немесе көктемгі уақыт болуы мүмкін деп ойлауы мүмкін. Және де адамдардың халы неге мүшкіл? Өткен соғыс кезіндегі адамдардың халықтың әлеуметтік күйзелісі, әлеуметтік тұрақсыздық, қиналыс, мысал үшін олардың гигиеналық жағдайлардың сақталмауы туралы да сөз етіп айта алуы мүмкін. Келесі ақпарат. Енді
енді деректің қаншалықты пайдалы екендігі бағалау туралы. Мысалы үшін бұл жерде айтатын нәрсе үшін пайдалы, не үшін пайдалы. Ал келесісі белгілі бір нәрсе үшін соншама пайдалы емес. Осыған тоқталып көрейік. Деректің пайдалылығын анықтау дегеніміз кез келген деректің белгілі бір оқиғаға түсіндірме беру үшін қаншалықты септігін тигізетіні туралы ойлану. Мысалы үшін бұл дерекке балалар былай деп интерпретация беруі мүмкін. Бұл дерек соғыс кезіндегі әлеуметтік жағдайды көру үшін, соғыстың қандай сипатта болғанын көру үшін, отты қарумен болды ма, жоқ әлде қылыш, найза сияқты орта ғасырлық құралдармен, қарулармен болды ма, соны көрсетуге пайдалы деген пайымдарын тигізуі мүмкін. Ал енді үшін пайдалы емес деген сұраққа балалар ойланады, қаншалықты пайдалы немесе пайдалы емес деген сұрақта. Мысалы үшін балалар ойлануы мүмкін, бұл белгілі бір қай мемлекеттің жауынгерлері екендігін анықтауға соншалықты пайдалы емес деуі мүмкін. Немесе белгілі бір мемлекеттің саяси жағдайын, саяси статусын, оның халықаралық жағдайын көрсету үшін пайдалы емес деуі мүмкін. Немесе мемлекеттегі экономикалық реформаларды, немесе саяси реформаларды, тіпті әлеуметтік реформаларды көру үшін пайдалы емес деген сияқты тамаша тұжырымдарға келе алады. Келесі. Енді мына жерде сіздерге ұсынайын деп отырғаным ол HIPP принципі, HIPP стандарты. Hi дегеніміз бұл жерде historical context, яғни тарихи контекст. I дегеніміз intended audience, арнаған осы түптерге арналған аудитория. Және P point of views, authors, яғни автордың пікірі, көзқарасы, және автор қандай ойда болды. Және purpose, автордың мақсаты. Жаңағы біз түптеректерді талдаған кезде ішкі және сыртқы талдау деп біз оқушыларға айтуымыз керек. Біз сыртқы талдауда бұл түптерек қайдан алынған, онда жаңа сыртқы бағдары бойынша онда не туралы айталады, сол болатын болса, ішкі талдауда бұл түптеректің, жаңа түптерек деп айтып отырғанымыз ол сурет болуы мүмкін, ол жазба дерек болуы мүмкін, ол хат болуы мүмкін, ол артефакт болуы мүмкін, ол карта болуы мүмкін, ол белгілі бір диаграммалар болуы мүмкін, статистикалық мәліметтер болуы мүмкін. Соның барлығына ішкі талдау жасаған кезде ол не үшін жасалған, сол туралы айтып отыр. Мысалы үшін тарихи контекст, сол кездегі тарихи жағдай қандай болды, қандай тарихи контекст қалыптастырғанбыз. Міне осы айтылып отырған принциптер, жаңағы HIPP принципі, ол ішкі талдауға негізделген. Қандай тарихи контекстте жазылып отыр. Екіншіден, осы түптерек қандай аудиторияға арналған болуы мүмкін. Және де автордың пікірі, көзқарасы қандай. Осы жерде балалар автордың саяси көзқарасына баға бере алуы мүмкін. Мысалы үшін бұл түптерек жасаған автордың көзқарасы халықты пікірі, халықты сендіру үшін болған. Не болмаса бұл тұлғаларға арналған, немесе бұл ақпарат беру үшін арналған деген көзқарастарын айтылады. Және де тағы бір тоқтала кететін нәрсе, мысалы үшін қазіргі бізде жаңа заманда ол өте көп, қазіргі заман тарихында ол карикатуралар. Ол жоғары сыныптарда пайдаланады. Осы карикатураларда балалардың қалжың арқылы, юмор арқылы сол кездегі шындықты көре алуы. Осы кезде міне автордың пікірі, көзқарасы ерекше ойға алынатын болады. Өйткені автор нені меңзеді? Әзіл арқылы қандай шындықты айтқысы келді? Және тарихи қандай шындық көрсетіліп тұр деген ұшқыр ойларға оқушыны жетелейді. Және тағы бір бұл жерде осы карикатураларда бұл карикатура қай мемлекеттікі болуы мүмкін? Қай мемлекеттің саяси мүдделерін қорғап тұр?
немесе қай мемлекетке қарсы жасалған, авторы қай мемлекеттікі болуы мүмкін деген сияқты сұрақтар, жетелеуші сұрақтар балалардың қызығушылығын туғызып отырады. Бұл жаңағы көбінесе мына парпас осы принциптің төртінші мақсатына сәйкес келеді. Төртінші пунктіне, мысалы үшін автордың мақсаты, автор не айтқысы келді, автор не жеткізгісі келді, оның ішкі ойы қандай. Және тағы бір маңызды мәселе, цензура бар ма? Автор қандай цензурадан қорыққан? Әлде демократияның белгілері беріле ме? Осы туралы сөз етіледі. Келесі слайд. Енді деректерді тексеру. Бізде әсіресе көп маңызға ие болатын ол жазбаша деректер ғой. Жазбаша деректер ол белгілі бір мәтіннен үзінді болуы мүмкін, кітаптан үзінді болуы мүмкін, монографиядан үзінді, хат, не болмаса телеграмма, не болмаса ол бұйрықтың, жарлықтың, немесе жарғы болуы мүмкін, немесе заңнан үзінді болуы мүмкін, не болмаса мақала болуы мүмкін. Сондықтан жазбаша тексеруге кішкене түбегейлі егжей-тегжейлі тоқтала кетейік. Жазбаша ресурстарға олардың құндылығын бағалау бізде 10 сыныпта сыртқы емтихан жұмысымен бағаланады. Сондықтан да бұл маңызды біз үшін. Сіздерге де маңызы бар деп ойлаймын. Енді деректі тексерудің, жазбаша деректерді тексеруге тоқталайық. Ең бірінші, жаңа оқушы бұл қандай дерек түріне жатады, түрін анықтап алсын. Ол жаңа хат па, әлде газеттен алынған мақала ма, мақаланың әлде бір әдеби роман ба, бұл дерек қандай түріне жатады, соны анықтайды. Екіншіден, осы дерек бізге қандай ақпарат беріп тұр? Ақпарат несімен маңызды? Әлеуметтік жағдай туралы беріп отыр ма бұл ақпаратта? Әлде белгілі бір оқиға туралы ақпарат беріп отыр ма? Әлде мемлекеттің сыртқы саясат туралы ақпарат бере ме? Әлде белгілі бір соғыс туралы ақпарат бере ме? Әлде белгілі бір дипломатиялық қатынастар туралы ақпарат беріп отыр ма? Міне осы сол ақпаратқа назар аудару керек. Деректің мақсаты не болды, және ол қандай аудиторияға бағытталды? Және осы жерде мынандай мысалдарға арқа сүйеу керек. Ол осы түп дерек сендіру үшін жасалған ба? Халықты сендіру үшін, халықтың көңіліне белгілі бір пікірді ұялату үшін жасалып отыр ма? Әлде жалпылай ақпараттандыру үшін, ақпарат үшін, информация үшін беріліп отыр ма? Осыған назар аудару. Әлде белгілі бір оқиғаны есте сақтау үшін жасалып отыр ма? Ойланады. Әлде кейбір адамдардың білімі үшін, олардың саяси сана сезімін ояту үшін, оларды білімге жетелеу үшін ағартушылық мақсатта қолданылып отыр ма? Осыған назар аудару керек. Әлде белгілі бір әлеуметтік топтарды қорғау үшін, немесе саяси режимді қорғау үшін жасалып отыр ма? Тоталитарлық режим ба, әміршіл әкімшіл жүйе ме, жоғалда диктатураны ма, не болмаса демократиялық қоғамды ма қорғау үшін бе айтылып отыр ма? Міне бұның барлығы сын тұрғысынан ойлау, балалардың жоғарғы бағалау дағдыларын тексеретін сұрақтар болып табылады. Әрине бұның барлығы 6-7 сыныптардан бастап спираль түрінде жоғары сыныптарға дейін ақырындап спираль түрінде айналмалы күрделендіру арқылы біртіндеп жүзеге асырылатын үдеріс. Келесі, интерпретация мен қолжетімді ақпараттар арасында қандай байланыстар бар? Жаңағы ақпаратта берілген интерпретация, автордың беріп отырған интерпретациясы мен
баланың өзінің білетін, қол жетімді ақпараттар арасында байланыс бар ма? Баланың өзінің білетін білімі осы автордың интерпретациясымен сәйкес пе? Жоқ әлде қарама қайшы келіп отыр ма? Қай жерлерінде ол үйлеседі, ал қандай аспектілерде ол ойлары екіге ажырап жатыр? Осы міне балада өте үлкен ой тудыратын болады. Өте үлкен жақсы ойлану процесін жүргізеді. Бала флоуға, ағымға кіреді. Қандай қорытындылар шынайылыққа жақын? Қайсысы ойдан шығарылған? Міне өте бір тамаша ойлану үшін берілген. Жазбаша мәтінде, жазбаша ресурста беріліп отырған қорытындылар қаншалықты ол шынайы, баланың біліміне байланысты. Сабақта өтілген материалдар, мұғалімнің интерпретациясымен салыстыру жүзеге асады. Мысалы үшін бұл ресурс, белгілі бір ресурста айтылып отырған оқиға шынайы болған ба, әлде ол шынайы емес пе, ойдан шығарылған ба деген балаға ең бірінші бұл бала сын тұрғысынан ойлап, дерекке сын тұрғысынан қарауға, оның шынайы емес екендігін анықтауға көмектеседі. Ал қайсысы ойдан шығарылған болуы мүмкін деген балаға деген ойға баланы жетелейді. Ақпараттың контекст түсіндірмеге қалайша әсер етуін анықтау. Демек, бұл осы жазбаша ақпаратта қандай идеологиямен айтылып отыр? Немесе осы ақпарат пайда болып тұрған мемлекеттегі идеология қандай болды? Ол коммунистік идеологияда ма? Жоқ әлде ол демократиялық идеологияда ма? Әлде патриоттық идеологияда ма? Осы жөнінде бала ойлануы тиіс болады. Және тек қана ойлану емес, осы идеологияға жатуын ол қандай дәлелдермен, қандай аргументтермен дәлелдей алады, соған назар аудару керек. Осы аталған жазылған ақпаратта. Және құндылықтарға назар аудару өте бір аса маңызды нәрсе, өйткені тарих пәні қоғамдық пән, сондықтан да балалардың әлеуметтік процестерге назар аударылуы. Өйткені тарихты жасайтын адам болғаннан кейін адамдардың, азаматтардың, мемлекеттің өзінің азаматтарына қандай құндылықтарды артқысы келіп отыр? Немесе берілген түптеректе қандай құндылықтар айтылады? Айтылмаса да астыртын мағынада көрінеді. Осы балалардың дағдыларына байланысты болады. Мысал үшін, бұл деректе, осы түп деректе жалпы адамзаттылық құндылықтар сөз етілген, немесе насихатталған деуі мүмкін. Мысал үшін, біз айтайық, Лиссабон хаттамасын алатын болсақ, 1992 жылғы біздің мемлекетіміз қол қойған ядролық қарудан бас тарту туралы бастама туралы протоколдың өзінде келтіретін болса, бұл жерде бейбітшілік бастамалары, бүкіл әлемдегі ядролық қарудан бас тарту құндылығы, адамдардың соғыстан бас тарту әрекеттері, бейбітшілік құндылықтары, жалпы адамзатты аман алып қалу идеялары айтылған деп балалар құндылықтарға тоқталуы мүмкін. Әрине, оқушылар жалпы адамзаттық құндылықтармен бірге, біз қазір тарих сабағында оған баса назар аударатын боламыз, қандай ұлттық құндылықтар көрініп тұр? Қазақ халқына тән қандай ұлттық құндылықтарды көре аласың? Деген сияқты жетелеуші сұрақтар қою арқылы құндылықтарды анықтауға болады. Және келесі одан туындайтын ұлт туралы. Қандай ұлтқа байланысты мәселе қозғалып отыр? Әлде ұлтаралық қатынастарға байланысты? Және де бұл жерде ұлт туралы айтылғаннан кейін біз айтамыз национализм, шовинизм, немесе толеранттылық, ұлтаралық қарым-қатынастарды сақтау ма, әлде ұлттық ерекшеліктер ме? Және осы ұлтаралық қатынастардың мемлекет үшін маңыздылығы, жеке азаматтар үшін маңыздылығы, ұлттың өзі үшін және қоршаған ұлттар үшін маңыздылығы туралы сөз етілуі мүмкін. Келесі аспект ол жеке тұлға.
өте назар аударатын тұлға. Өйткені өзіміз білетіндей тарих сабағында бізде айтылып отырады, ол тарихты жеңімпаздар жазады деген, немесе тарихты қалыптастыратын, тарихты жасайтын тұлғалар дегенде ойлар бар. Сондықтан осы жазбаша деректе қандай жеке тұлға сөз етіліп отыр? Әлде осы жазбаша дерек белгілі бір тұлғаның туындысы ма назар аударылады? Жеке тұлғаның мемлекет үшін жасаған істері, қоғам қайраткері ретінде жасаған істері, халықтың ағарту жұмыстарына, білім беру немесе ғылымға сіңірген еңбектері ме? Жеке тұлғаның рөлі мемлекетті қалыптастырудағы, немесе тарихта сол мемлекеттің бетбұрысты кезеңдерін жасауға қатынасы секілді тұлғаның рөліне баға беру жүзеге асады. Бұл да өте маңызды аспект. Келесі тарихи кезең. Бұл жеке тұлғамен де, құндылықтармен де бәрімен астасып жатыр. Оқушы тарихи кезеңге назар аударылса, осы берілген жазбаша деректе қандай тарихи кезең айтылып тұр? Бұл тарихи кезең кезінде мемлекет өзінің дамуының қандай шегінде еді, қандай фазасында еді? Осы мемлекеттің тарихи кезеңінде қандай тұлғалар тарихи сахнаға шықты? Тарихи жағдаяттар осындай тұлғаны шығаруға әсер етті ме? Жоқ әлде тарихи тұлғаның тарихи сахнаға келуі осы тарихи кезеңді қалыптастырды ма? Осыған байланысты оқушылардың жеке интерпретациялары бағаланып отырады. Мінекей, келесі слайд бар ма? Аяқталды. Уже уақыт болды да. Қазір 1-2 минут. Енді мысал үшін жаңағы тарихи деректер талдау бойынша өте көп айтуға болады. Ол киноны талдау бойынша, бейне роликтерді талдау бойынша оны жеке-жеке айтуға оған өте көп уақыт болады. Ал енді мына соңғы жаңағы критериалды бағалау бойынша 5, 6, 7, 8, 9 сыныптардағы дәлелдер келтіру бойынша келтіріп отырған материал сіздерге. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.